Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді ерекше үй жағдайында дүкендігінен де өте дәмді болып шығатын сырықтар дайындайтын боламыз. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бұл үшін алдымен Қазақстан шоколадын осылай бірнеше бөліктерге бөліп, жақсылап ертіп алатын боламыз. Водяной баняда немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар да болады. Творогқа ешқандай блендердің қажеті жоқ. Шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Енді шанышқының көмегімен творогымызды езіп алғаннан кейін осындай қоюлатылған сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің творогымыз дайын. Енді салфанға саламыз барлығын. Кез келген формаға салсаңыздар болады. Үйде қандай форма бар, соған салсаңыздар болады. Менде дәл осындай кекске арналған қағаз қорабы бар екен. Осыған салып дайындап жатырмын. Енді ертілген шоколадымызды дәл осылай шоколадымыз еріді. Ешнәрсе қосудың керегі жоқ. Өзін ғана ертіп аламыз. Одан кейін формаларымызға осылай кисточканың көмегімен жақсылап жағып аламыз екі жағына. Одан кейін ішіне осылай начинкамызды салып шығамыз, творогымызды. Одан кейін кішкене холодильникқа салып, бетін қатырып алғаннан кейін келесі шоколадымызды бетіне жағатын боламыз.
біздің сырогымызды холодильникқа қатқанға дейін ғана уақытта салатын боламыз. Осымен біздің сырогымыз дайын. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Дүкеннен сатып алғаннан да ерекше. Сондықтан да жасап көріңіздер. Ас болсын. Өте ерекше сыроктарымыз дәмді болды. Балаларға ұнайтыны сөзсіз. Жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыз.